Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа да келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайтын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын залым тілемсектердің азығын бағып беремін бе? Қалған ғана өмірімді қор қылып жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарда да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз күйсіз де кездемені жайып салып қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатар кісі болмаған соң, ғылым өзі де бір тез қартайтұғын күйік. Сопылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде ие қылған сопылық. Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларының өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара тияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сезін өзімдікі дедім де, ақыры осы байламға келдім. Енді мұнан басқа еш жұмысым жоқ.